Баршаңызға сәлем достар. Алдыңғы видеода мен осыны шығарған болатынмын. Екеу қылып шығардым. Енді қазір екіншісін өзімнің құрбыма сыйлыққа бергім келіп жатыр. Сол үшін әдемілеп орап бергім келіп тұр. Қазір осылай әдемі орау жолын көрсеткім келіп тұр. Мысалы, сіз біреуге заказға берсеңіз де осылай әдемілеп орап берсеңіз, өте әдемі көңіл күй қалдырасыз клиентке. Қараңыздар, қандай әдемі крафт бумагамен. Менде осындай крафт бумага уже дайын А4 форматында. Обычно рулонмен де алсаңыз болады, но менде просто дайын А4 форматында жасалынған. Қараңыздар, міне. Осылай беговкасын жасап қойдым, майыстырған кезде әдемі көрініп тұру үшін. Нагла жасадым беговкасын. Жоғарғы жаққа жаңағы өзімнің қағазымды қойып, міне осылай жабылды. Одан кейін салауатты да сыйлыққа бергім келіп тұр. И осылай артын скотчпен жабыстырып қойсаңыз болады қазір. Енді қараңыз, қазір лентамды алам. Лентаны любойын алсаңыз болады, но меніңше 2 сантиметрлік лента өте әдемі көрінеді тонкидан қараған кезде. И қалынан қараған кезде де осы 2 сантиметр өте әдемі көрінеді. Тойбастарға көбінесе осыны қолданамыз өзіміз. Міне, орау жолын қарап алыңыздар. Мен өзім осылай ораймын. Кейбіреулер басқаша орау мүмкін, но маған осылай ыңғайлы. Астынан да шетінен де ештеңе ашылып кетпейді, және де түспейді. Міне, осылай әдемілеп орайтын болам. Видеоны тоқтатып қарап көрсеңіздер де болады. Өте оңай жол деп ойлаймын. И өте әдемі көрініп отырады. Алдыңғы видеосында осыны шығарған болатынбыз. Осылай артық жерін кесіп тастаймыз. Болды, біздің сыйлығымыз дайын. Немесе өздеріңіздің жақын адамдарыңызға или заказға жасап берсеңіз болады. Электрондық түрін менен алсаңыздар болады. Мен WhatsApp номерім комментарийда.